Армысыздар менің қолдаушыларым. Менің арнама қош келдіңіздер. Егер менің арнама тіркелмеген болсаңыз, онда міндетті түрде тіркеле кетіңіз. Көп рахмет. Алланың нұры жаусын. Жұлдызы колхозы қазір ірі совхозға айналған. Төңірегіндегі бірнеше шағын колхоздар бүгінде совхоздың бір бөлімшесі болып отыр. Совхоз болған соң жұлдызды атауы жарамай қалды да Нива атанды. Совхозға ат беріледі деген сәтте кеңседе отырған жұрт, әсіресе шалдар жағы, қатты өрекпіп, дүркірескен. Алды барда аяғы жоқ бос шуласудан нәтиже болмады. Қосай, Бердібек сияқты қарт коммунистеріміз дейтіндер Нива Сиваңды білмейміз, жұлдызды болып қала берсін, деп отырып алғанымен аупартком хатшысы сыңар езулеп болмады. Баяғыдай колхоз емессіңдер, оның үстіне совхоздарыңа туысқан Украинадан, бауырлас Белоруссиядан адамдар келіп жатыр. Солардың да тілегін ескеруіміз керек болады. Өз беттеріңмен түйе айдайтын заман өткен деп барып, ұлттар достығы дегенді басты саясат етіп ұстап отырғанда, Нива Сива деп теріс кетуге болмайды деп түйген. Саясат десе, етек жеңін жиыстырып ала қоюы шапшаң, бас шұлғып сала беретін халық жым болды. Сол Нива совхозының алғашқы жылдардағы бар назары селеулі даланың дал-дал етіп жыртуға ауғандағы сондай көз жетер кеңістікте ұлтарақтай табиғи жер қалмай түгелдей егістік үшін қара жыртындыға айналды. Аудан көлеміндегі егістігі 20 000 гектардан асып жығылған гигант шаруашылық болып шыға келді. Анау тұрған Құсмұрын биігіне ентелеп барып, мына жатқан кең ашының соры бетіне тепкен қорыс батпағын қаусырмалап келіп әзер тоқтаған. Қанша салса да Құсмұрынның қызыл шақаттасы қасарсып, түрен жүзін маңайлатпаған соң барып, бұрылып алып, бауырлай тартқан. Кең ашыны қақ жарып өтеміз деп өрекпіген бірер трактор миға батып, сауырлап қалды. Қыз түсіп, тоңғатқан соң барып, зорға суырып алған. Шіркін, үкімет күшін қойсайшы. Мал тұяғынан басқа қоқайды көрмеген бетегелі өңірің қалай өзгеріп сала берді, деп Әшімбай сияқтылар көз алдында мәйегін төкеріп тастаған жыртындыға соқтанса, ептеп оқығаны бар Сармантай, Төлебек сияқты үлкендер жағы, сен де айтасың-ау, күні ертең осы жерің шаңдатып, қара боранға айналмасын деп. Астық деп малды аспанға бақпақпа бұлар. Табиғи жайылымың жоқ, күні ертең етегіңе жармасасың деп күдік шақырса, Әшімбай езулеп қоймады. Үкімет о жағында ескермеді деймісің. Жүгері деген бір ғаламат өсімдік әкелініпті ғой. Ол дегенің аттылы кісі бойласа көрінбей кетеді дейді. Соның бір айырын татқан мал бір айға дейін тоқтық тартып, майға шайланып қалатын көрінеді. Біздің бала шатауат қой, кеңседе содан естиміз де, деп езеуреді. Қайдам, тірі болсақ онысында көрерміз. Бірақ өрісі тарылған малға май берсең де маңдымайды, дескен оқыған шалдар жер шұқылап отырып қалған. Алайда тың игеру шырқау шегіне жеткенде, орман тоғайдың қойнауы қолаты, өзен сулардың саға, жағасы, ауыл іргесіндегі арқандап бірер малды жайып отырған тебілгідей табиғи пұшпақ тұстар, тіпті ескі жарым зираттарға дейін жыртып, егін салу жөнінде қосымша нұсқау жарлықтар түсе бастаған. Ал совхоз директоры Совет армиясы қатарынан босап келген подполковник жоғарыдан түскен бұйрықты сағатында орындауға құлшынғанның өзі еді. Енді міне, ауыл іргесіндегі ескі қорымдар жатқан тұсқа соқа салу керек деген шешімге келіпті. Совхоз басшылары
Үлкен қалаларда соңғы өлік 20 жыл жерленген зираттар тәртіп бойынша тазартылып, құрылысқа берілетін көрінеді. Ендеше пайдасыз жатқан зиратта жыртылуға тиіс. Осы бір желде ескен есірік сөзді естіген жас түлек, май таситын қос аттың бірін жайдақ мініп, анасы мен іні қарындастары жатқан зиратты шолып шықпақ болып, солай қарай беттеген. Қорым зиратты жыртты деген не сұмдық. Осында қарағайлы тоғай, қайыңды шұбардың қойнау қолатына дейін қалдырмай тас талқан етіп жыртып тастады. Малдың тұяқ басар ұлтарақтай жер қалмады. Енді молаларға соқа салмақ. О тоба! О заманда бұл заман мола үстіне егін екті дегенді естіп отырғаны осы. Анада ел ішінен бас көтеріп, совхоз жұмысына араласып жүрген бекшенің баласы Сламбекке не ойлағандарың бар? Далиған, ақ тәңгіл, мәйегі тамған кеңашы, шолақ өзек, ауыстал алқаптарын бірінен соң бірін жыртып жатсыңдар. Ол аздай тұяқты малға азық болып отырған құс мұрынның тастақты бауырында тілгіленген бауырдай айғыздап болдыңдар. Елдің малы, совхоздың малы қайда жайылмақ? Соны неге ойламайсыңдар? Мені қойшы, май тасыған үрерге иті, сығарға биті жоқ, соқа басы адаммын. Анау малдың сүмесін еміп отырған елді аяу керек емес пе? Оның үстіне совхозың табын ірі қара мал ұстап отыр. Тұяқты мал қысы жазы азықпен күн көрмей ме? Жалғыз жүгері қай жыртығыңа жамау болмақ. Қейтетсе жүгері құт, жүгері сүт деп шыға келесіңдер. Бүйте берсеңдер малды қырып аласыңдар ғой, деп өз білгенін айтқан. Сламбек болса, соқырақтап қалған әкесі бекші сияқты жақтырмағандыға әдетіне басып, басын кегжең ете түсірді де, әй, жәкәй, 30-шы жылдың сарынынан жазбапсың-ау. Қазір 60-шы жылға аяқ бастық емес пе? Арада аттай 30 жыл өтіпті. Содан бері дүние түгел өзгерді емес пе? Өзіңізді ит жеккенге айдатып жіберген Сталиннің зобалаңы 20-шы съезде ашық айтылып, ел жағасын ұстатып отыр. Міне, сізге өзгеріс, міне сізге саясат. Ендеше елге ең алдымен нан керек, астық керек, алмалға жүгері керек деген ұран құлағыңызға жетпегені ме? Жетпесе ұғып алыңыз осыларды. Ал ол үшін ұлтарақтай жер бос жатпау керек. Анау қытайлар жерді бұлай қойып, күрішті үйлерінің төбесіне өсіріп жатқан жоқ па? Сіз иесіз жатқан даланы қорығыңыз келеді, деп жас түлектің көңіліне қонақтамап еді. Енді міне, бригада басына жанармай тасып жүріп, естіген гу-гу әңгіменің анық танығын білмек болып, зиратты бетке алып келе жатқан беті. Жұлдыздының бұрынғы ат жалын тартып мінгендерінің көбі білім жағынан тапшы шығып, бригадирлікке де іліне алмай тізгінді тыңға келгендерге түгел беріп болған. Бөлімше меңгерушісі болып бекшенің ұлы Сламбек қана жүр. Оның өзі жел қай жақтан соғады деп, әкесі сияқты өліктің артын баққан тайғақ неме көрінеді. Ауданнан Нива совхозына тағы да 1000 гектар жер жыртуға нұсқау түскенде, ауылдың өлгендерін жерлеп келген зираты жатқан жазықтық алдымен ауызға іліксе керек. Тап осы арада 200 гектарға жуық алқап босқа жатыр. Сондықтан болашақ жүгері плантациясы үшін ең десек осы араға соқа салу керек десіп шешкенге ұқсайды басшылар. Бұл әңгімеден ауыл хабарсыз болғанымен, тракторда жүрген бірер жергілікті жігіттің құлақтары шалса керек. О, тәңірім, көрсетерің көп екен ғой. Кең дала жетпегендей, әруақтардың сүйегін саудыратып, мола үстінен соқа салды деген не сұмдық. 54-тен бері осы төңіректің сау тамтығын қалдырмай жыртқандары аз болып па еді. Енді міне, өліктер мекенін талқандамақ. О тоба,
Бәрі де жалған болғай. Жас тілек атынан түсіп, зиратқа жаяу беттеген. Сібірден келген бетте ағаштан қоршау тұрғызған апасы мен бауырларының басына келіп, тізе бүккен. Алла, Тәңірім бар болсаң, өздері де өмірден өксумен, күні ренжумен өткен әруақтардың мазасын алдыра көрме. Әпербақан қылыққа тоқтау салып, ессіздердің есін жиғыза көр, деп күбірлеп барып, әумин деп бетін сипап, орнынан тұрған. Анау бір тұста қыстаудың жусан басқан моласы қараяды. Ел қарғысын алған оңама. Әйелі Қатыш, Әжібай атылды деген күннің ертеңіне бала шағасын алып төркініне тік көтеріліп көшіп кетіпті. Бекше болса соңғы 10 жыл бойы қабырғаға сипалаған су қараңғы соқыр болып үйінде отыр. Тысқа шығуынан үйде отыруы көп. Ел қарғысының бір ұшы оғанда тисе керек, деседі ауылдағылар. Орнынан тұра берген жас тілектің желке тұсынан дар-дар еткен трактор үні де естіліп қалып еді. Тұла бойы әлде қандай қорқыныштан дір ете түскен. Артына жалт қарады. Сонадайда қос трактор мына зиратқа қайсымыз бұрын жетеміз дегендей, үзеңгі қақтығыстыра қатарласа салып, ұрып келеді екен. Мал тұяғынан басқа сауырына ештеңе тиіп көрмеген құйқалы жазық шынжыр табанды аждақалардың астында қалғысы жоқ. Тұз тағыларындай жал-жал қыртысын төңкеріп тастап мөңкіп жатыр. Тракторлар болса жер қыртысымен тістесе қалған суық соқа жүздерін сом сауырға батыра түскен қалпы оттығынан құрым түтінді лақылдата құсып, ышқына зорлана бажылдап ілгерілеп келеді. Жас тілектің қос тізесі дірілдеп, алқымына ашу ыза кептелді. Жас кіреукелеген көздері шарасынан шығып, жүрер жолын қырып жойып жосалтып келе жатқан қос тажалға кеуде тосып қарсы тұрмақтай оқыс қимылға басты. Айғайға салып тұра жүгірді. Қос етегі делбеңдеп жан ұшырып келеді. Тоқтаңдар, оңбаған ессіздер, кері бұрылыңдар. Аңызақ желге қарсы жүргендігіме жүзін шарпыған отты лептен тұншыққандай тынысы тартылып, қос өкпесі қабынды. Жүрегі алас ұрып, аузына тығылғандай, қос самайы солқылдап қаны басына тепті. Қайда барасыңдар? Зират, мола, әруақтар, шегініңдер, бұрылыңдар. Жас тілекті жапырып кетердей болып, өңмеңдеп келіп тоқтаған трактордан кетік тіс, сепкіл бетті еңгезердей сары жігіт жерге секіріп түсті. Қолында сығымдай ұстаған бақа ауызды кілті бар. Әй, ит неме, бұлай тұр жолдан, деп ақырып жіберді жаңағы бұған төніп келіп. Неге кетем? Көрмеймісің зиратты? Зират миратыңды білмеймін. Маған берілген бұйрық осы учаскені жырту. Бұлай тұр жолдан. Бұл кезде екінші тракторда тоқтап, қатарына инеліктей қатқан ұзын тұра бұйра бас жігіт келген. Степа, мынау ана жылы станциядан бір машинада келген кержақ қой, деді салған жерден. Өлейін деп келіп еді, тіріліп алыпты. Солай ма? Деді Степа жас тілекке тыжырына сүзіліп. Көрдің бе? Сауаттысың. Зират дейді. Әттең, маған анау жақта кезікпедің ғой. Теріңді тірідей сыпырып алатын. Жершілін бұның. Соны айтам-ау? Әй шал, бізге норма керек. Ал норма ақша. Бұлай тұр жолдан. Қолдарыңда өлуге бармын. Бірақ зиратты жыртқызбаймын. Солай де, кержақ. Мен кержақ емеспін. Жазықсыздан сотталған адаммын. Ақталғанмын. Жас тілек қалшылдап кетті. Боқ мұрын немелер. Немді түсінесіңдер сендер. Тәйтәрі, жазықсызбын, ақталғанмын. Біз де ақталғанбыз. Бірақ мына маңдайға басылған рецидивист деген таңба өлгенімізше кетпейді. Соны біліп қой.
Мына зиратқа сен де сотталған халық жауы есебінде көмілесің. Ақымақ, ақталғанмын дейді өзінше. Степа жас тілекті кеудеден нұқып қалып, шалқасынан түсірді де тракторына беттеді. Дар еткен мотор үні құлағына еміс-еміс естілсе де, алапат бір күштің жер солқылдата өзіне тақап келіп қалғанын сезсе де, жас тілек жүрек тұсынан тиген қатты соққыдан тұра алмай талықсып қалып еді. Орнынан атып тұрып, төніп келіп қалған апаттан аулаққа тұра жүгіргісі келгенмен, тұла бойы үйіп қалғандай бүгілген тізесі жазылар емес. Оңашада мұнша жүріп өлетін болдым-ау. Мұны көргенше Сібірде-ақ өліп қалмаған екенмін. Ойпырмай, мынау қанып безерлер шынымен-ақ басып кете ме? Шынжыр табанмен жаншып, соқамен сойып өтсе сүйегіңді де ешкім таппас. Мынау иттер солай істейтін болды. Алла, дүние төңкеріліп жүре бергендей болды. Ышқырған дауысты бұж-бұж еткен қос трактордың қосарланған өктем үні тұншықтырып жібербеді. Таңдайына құйылып кеткен суық тамшының су екендігін, кеберіскен өңешіне қарай жылжыған судың ес кіргізер әсері барын сезгендей, сезінсе де күңгірт, бұлыңғыр беймәлім тіршілік құлағында әлсіз, халсіз күйде жатқандығын жыға тани алмаған жас тілек ауырсына көзін ашқан. Бісміллә, бісміллә, көзін аштау әйтеуір, деп көбірлеген Жәнипа жас тілектің тершіген маңдайын сүлгімен сүртіп, аузына тағы су тамызған. Мен қайда жатырмын? Лазаретке тағы да түстім бе? Алла тәңірім-ай. Жоқ қайным, біздің үйдесің. Әжібай ағаңның үйіндесің. Әжібай? Қай Әжібай? Өзімнің ағатайым ба? Ол кісі қайда? Шақырсаңдаршы. Мені шынжыр табанды тажал таптап кеткелі тұр ғой. Шақырсаңдаршы ағайымды. Әй жауыздар, тоқтаңдар. Зират, мола, әруақ, жібермеймін, шегініңдер. Жас тілек сандырақтап барып талықсып кеткен. Ауыл іргесіндегі зираттың үстін аяусыз жаншып, ойрандаған қос тракторист түрен жүзімен соғып өткен жас тілектің аударылып түскен жер қыртысының астында жартылай көміліп қалған шала жансар денесіне де қарамастан одан әрі ұзай берген. Зираттың ағаш қоршауын қиратып, ілгерілей берген тракторлардың сұмдық әрекетін сонадайда мүшенің қойын бағып тұрған Оразбай шал көре салып, атын тырақайлатып ауылға шапқан. Ойбай, не қып отырсыңдар, омалып, моланы қиратып жатыр, анау целениктер деген Оразбайдың ащы даусы қотан жаңғыртты. Мынау шал не деп тұр? Моласы несі? Қиратқаны несі? Кімдер қиратып жатыр? Жай жатқан молада не ақылары бар целениктердің? Шуласқан жұрт шұбырысқан қалпы қайыңды шоқтың іргесіндегі зиратқа беттеген. Ойбай-ау, шынында да анау жыртылған қос борозда зиратты көктей өтіпті ғой. Масқарай, сұмдық қой мыналары. Тапатал түсте зиратты жыртқызып неден қара басты бізді. Ой өңкей, өңездер, атқа мініңдер, еріңдер соғымнан деген Шалабай кері жүгірді. Үйлеріне мініс аттары бар 5-6 адам Шалабайға ілесіп, үйлеріне жүгірісіп кетіп еді. Іле бір-бір сойыл, бақандарын шожаңдаттысып жаяу шұбырған жұрттың тұсынан сатырлатып өте шықты. Беттері қырдан әрі асып кеткен қос трактор. Жаяу шұбырған жұрт зиратқа жете тоқтаған. Шынында да жер сауырын аяусыз сілгеген соғалар жүзі көне қорымның кеуде тұсын қақ айырып ілгері асып кетіпті. Іздерінде қираған темір, ағаш қоршаулар, үгітілген тас белгілер, көрден шығып қалған ағараңдаған сүйектер байқалады. Алла, не зұлматыңды көрсетейін дедің, деп топ алдында тұрған кәукен ақсақал
қос тізесіне ие бола алмай шөге берген. Кеудесіне түскен аппақ сақалына тарам-тарам сорғалаған жасына ие бола алмай, маңдайымен жер ұрғылаған ауыл қартының мына күйінішті халі бұлайғыларға да қатты әсер еткендей, бәрі де тізелерін бүгіп, ойраны шыққан зиратқа егіле қарасып қалып еді. Кемпірлер мен жасамыс әйелдер жағы үйлерінен өлік шыққандай күңіреніп, кәдімгідей дауыс қойып жылап жатыр. Қыз келіншектер беттерін шымшыласып, ойпырмай, жауыздар-ай, бұл араны жұрт деп кім рұқсат берді екен деген күбір-күбір етісіп оқшау тұр. Жігіттер жағы елеңдесіп, кеңсеге бару керек, директорды алып келіп, мына жыртылған жерге тірідей көму керек, жоқ одан да ауданға барып сотқа беру керек десіп, жақ-жақ болып дуылдасып тұрғанда Жәнипа баж ете қалған. Ойбай-ау, мына кісі өліп жатыр ғой, деп төңкерілген жер қыртысы астынан жартылай шығып жатқан кирза етікті көрсеткен. Жұрт қоғадай жапырылып, Жәнипа нұсқаған тұсқа жүгірген. Жігіттер төңкерілген жер қыртысын қолдарымен тырмалап ашып, ессіз жатқан жас тілекті суырып алған. Арбаға көлденең салған бейбақты Жәнипа өз үйіне әкелдірген. Аузына су тамызатын кімі бар, аз кем күтіп бағайын деген. Кірпік қақпай жатқан жас тілектің жүзіне егіле үңіліп, аузына қара су тамызғалы бір жеті өткен. Содан бері ауыл үстін бұрқылдатып талай оқиға өте шығып еді. Директор жұмысынан алынып, басқа шаруашылыққа төмендетіліп жіберген. Ал бір топ салт аттының өздеріне салып, ұрып келе жатқандарын көрген Степа тракторын тастай қашып, қалың қызылға кіріп кетіпті. Содан ауданнан милиция келіп, ауыл тік көтеріліп іздестірген болып еді. Оларынан ештеңе шықпады. Жер жұтқандай жоқ болып шықты. Жобасы ел шуласып жүргенде бір жаққа қарасын батырып үлгерсе керек. Ал инеліктей қатқан ұзын тұра жораны трактор кабинасынан шығармай басқан жігіттер өлімші қылып сабап, милицияның қолына табыстапты. Қазір аудан мен Нива совхозының арасы сабылысып, бірде ау партком, енді бірде ау атком басшысы келеді. Зиратты талқандап, әруақты қорлаған сұмдық хабар облысқа да жетіп қалса керек. Олардан да бірер өкіл болып қайтқан. Бәрінің айтатыны, тынышталыңдар, сабырлық керек, кінәлілер жазаланады, теріс бұйрық берілгендер сазайын тартады. Совхозға жаңа басшы келіп, ауыл ақсақалдарын мәмілеге шақырып жатса керек. Манақсын талықсып кеткен жас тілек тағы да көзін ашты. Төбеге тесірейе қараған күйі үнсіз жатты да қойды. Жәнипа осы бір азаппен тозақ отының ортасынан оралған адамның тап бүгінде соқа астында қалып мынадай болып қасірет жегіп жатқан халін тереңірек сезініп, ұғынған сайын өз басындағы қасіретін ұмытып, бар ықылас мейірімі жас тілекке ауғандай еді. Бейбақ жар сүйіп қызықта көре алмады. Осында бұлар айдалып кеткен күннің ертеңіне қыстау күлпәшті қыспаққа алып, жаудың ашынасысын деп отырса опақ, тұрса сопақ қылған жоқ па? Ақыры әкесі Мұхамеджан қайтыс болысымен нағашы жұртына кетіп тынды. Сол жақтан тұрмысқа шығыпты деп естіген. Оған не кінә бар? Алды бұлдыр адамды келеді деп қалай ғана тоссын? Өлі тірісі беймағлұм болды ғой мұның. Өзінде халық жауының әйелі деп біраз дөңгелетті. Бірақ ептеп оқығаны бар, көзі ашық Жәнипа оларды маңайлатпады маңына. Әжібайдан қалған 3 ұлды тұмсықтыға шоқтырмай оқытып шығарды. Қазір үшеуі де көршілес облыста бір мекемеде қызметкер болып жүр. Өзі болса әжібайының шаңырағын күзетіп қалды. Шүкіршілік, ел сыйлайды. Әжібай ақталғалы ел алдында еңсесі де биіктегендей. Оған да тәубе дейді. Жау деген қарғыс таңбасынан арылмаса қайтер еді. Партияға рахмет. Әлі кетіп, жүріп тұруы қиындаса, 3 ұлдың бірі
қолына алмас деймісің, алады ғой. Бәрінен де мына бейбақты айтсайшы. Жанипа жас түлектің жүдеулі, әжімді жүзіне, ерте қырау шалған самайына, нұры кеміп, кіреуке шала бастаған жанарына әлсін көз қиығын тастап қойып күрсінеді. Воркутаның қанды шеңгелінен аман шыққан жас түлек, Степанның соқасы соғып, төңкерілген жер қыртысының астында қалғаннан өлгісі жоқтай бірер айдан соң сары жамбас болып, төр алдында көлденең түсіп жатып алған төсегінен тұрған. Сынған аяғын сынықшы жанай шал ұлпа саусақтарымен сылап сипап, майлап байлап дегендей бірер жеті ем домын жасаған соң, шеке шағып, сырқырап сыздауы сап дейіліп, енді міне өзін өзі сүйретіп тысқа шығуға да жарап қалған. 2 айдай жеңгесі Жанипаның қол күтімінде болып, біраз қолайсыздық тудырғанымен, іштей қысылыста болғаны да шындық еді. Тысқа шығысымен ауыл шетіндегі қоңырайып тұрған өз үйіне беттеген. Туған босаға адамға неге соншалықты ыстық болады екен? Қай қиырдың дәмі тартып кетсең де, туған босағаңа ораласың. Ыстық сағынышыңның отты күйгін басып, көңіліңнің алабұртқан сезімін нөсерлетіп келіп, рахат құшағына бөленесің. Тартқан азабың, көрген қорлығың, кешкен бейнетің туған босағаңда аттай бере, иығыңнан сыпырылып түсіп қалады. Бәрінде ұмытқандай алаңсыз тірлік арнасына түсіп, сабырлық күй кешесің. Төрге барып шалқаңнан түсіп жатқан келеді. Туған босағаңның өзіңе ғана мәлім, өзіңе ғана ыстық иісін иіскеп, аунап қунайсың. Сол кезде маңдайыңнан өбіп, тұлымыңнан сипар анаң отырса ғой қасыңда. Дариға дүние десейші, одан өткен бақыт, одан өткен рахат күй болар ма өмірде? Жас тілек өткен жылдар өктемдігіне мүлдем бой алдырып, кәрі сүйегі қаусай шөгіп, азып тоза бастаған үйдің босағасына келіп, ұзақ телміреген. Үйден анасы жүгіре шығып, өбектеп келіп қолтығынан демеп, ішке кіргізетіндей-ақ алаңдап, қора ішінде үңіліп, мылқау терезелерге жаутаңдаған. Қайран қоңыр үй сілікпен шығып, тозып біттің-ау, менің де халім өзіңдей, мен де тозып шөгіп барамын. Сені жөндеп қатарға қоса алмаспын енді. Кеше көр, жүдеулі халімді, екеуміздің де тағдырымыз бір екен. Туған босаға, сен уақыт құзырымен азып тоссаң, мен адамдар қаталдығынан күйреп біттім ғой. Осы кезде қақырынып, түкірініп, көршісі Құрманбай шал келген. Есен сау болдың ба, жәкесі, айығып тұрдың ба? Құреке, өзіңіз де есенсіз бе? Немене, қораңызды бұзып жатырсыз ба? Деген жас тілек көршісінің қора төбесінде жүрген бірер адамды мезгеген. Ойбай-ау, бұзғысы келіп бұзып жатыр деймісің? Көшкелі жатырмыз да. Анау ел тайы түскір көшеміз деп болып отырма. Мұның шопыр болғаны бір пәле болды. Көшкені несі? Қайда бармақсыңдар? Естімеп бедің? Совхоз орталығы құс мұрынның арғы қабағына қоныс теуіп жатыр ғой. Осыдан жарты ай бұрын ауданы бар, совхозы бар, басшылар жиналып солай ұйғардық. Шағын бөлімшелер бір орталыққа үйсін десіп, осында біраз шу болды емес пе? Тырнадан қарауыл қойсаң, төбеңнен қиқу кетпесінің кері болды. Содан амал қанша? Бала солай ұйғарған соң. Бөлімшелерде де адам тұрады емес пе? Тұруын тұрады ғой. Бірақ күшті шашыратпаймыз, бар күшті шоғырландырамыз деседі. Оның үстіне шағын ауылдың перспективасы жоқ көрінеді ғой. Күндердің күнінде жұмыс болмай қалады дейді. Солай деңіз. Иә, солай. Анау күшік осыны естісімен, әйда, көшеміз деп дігірледі де қалды. Қазірдің өзінде ауылдан бір сыпыра адам орталықта
салынған үйге бұрынырақ барып көреміз деп апыл-ғұпыл көшіп кетті. Мыналарыңыз қиын болған екен. Бір ауызды болып ірге көтермесеңіздер, қай әкім күштеп көшіреді? Әй, басы кетіп, мойны қалғандар-ай. Дұрыс айтасың, жас тілек. Суырылып, бір басшы шықпаған соң, солай болады да. Өзіңнен күш кетіп, келін баланың аузына қараған заманда, бас шұлғи бергеннен басқа бізде не қауқар қалды? Құрманбай назаланып, терең күрсінген. Оған да туған жұрттан ірге көтеруге оңай тиіп тұрмаған тәрізді. 65-тің сол жазында Жұлдызды ауылынан 4-5 кәрі құртаңнан басқа үй тегіс ірге сөгіп, жаңа қонысқа барып қонып еді. Жас тілек болса туған ауылдан ірге көтермеуге әу бастақ бекінген. Содан берменгі 2-3 жылдың жүзінде қоңыр күзге дейін ат арбасын салдырлатып жүріп, ағаштың, сай-жыраның қуыс-қуысын тінткілеп, бірер малға талғажау етерлік шөп жинап алады. Төңірек жыртылып, егістікке жаз бойы самолеті бар, тракторы бар, улы химикат сепкелі бірсыпыра қайыңды тоғайлар қурап, күйрей бастаған. Осыны пайдаланып, қураған ағашты белден омырып, бірер қолтық шөптің астына басып, үй іргесіне құлатып алып жүр. Жалғыз бұл емес. Орталыққа отырған бірер шал арбаларын қураған ағашқа толтырып, кеше ғана алып кетті. Орталықтан жырақ, ауылдың ескі жұртында қалған мұны кім елең қылып көмір әкеліп береді дейсің? Ендеше әлде кімдерге көз сүзгі болмай, қыстық отынын жинап, бұтап, қораға енгізіп алғаны мақұл. Бүгінде ертерек тұрып, шарбақ орамдағы бұзаулы сиырды алып шығып, ауыл іргесіндегі тоқымдай алаңқайға апарып, арқандап байлады да үйге келіп, самауырға шоқ салған. Үй алдындағы дөңбекке құйрық басып отырғаны сол еді. Ақырдағы аты оқыранды. Сай-сүйегін сықырлатып, орнынан зорға тұрып барып, кешегісін шауып әкелген шөптен жұлмалап бір қолтығын алды да оттық алдына тастады. Қоңыр үйдің қоңырқай тірлігінің бар ауыртпалығын арқалап тұрған аяқ артар жалғыз түлік осы болған соң, барлы жоғын осының аузына тосады. Баяғыдай бой жаздырып еркін жайып алар жер тарылғаннан бері мұның да жұмыс қамытынан құтылған кездерде ауыл сыртына алып шығып, ала арқанның бір ұшын шыжымайдай ұстап оттанып алады. Төңіректе иық тіресе самсап тұрған егінге көз сүзгеніңмен оған артар жағдайда жоқ. Астықты алқаптың осынау пұшпағын күзететін шалабай, дәргендер көбік тақым болып шапқылайды да жүреді. Ауыл жұртына күніне әлденеше рет соғып кетеді. Анада бұзауы түскір қазықты сүйреткен күйі егінге барып түспесі бар емес пе? Дәркен құрық үстіне құрық сілтеп, тырқыратып қуған қалпы мұның қорасына әкеліп бірақ тыққан. Жәке, анау итіңді дұрыстап байламаймысың? Бұлай. Енді егінге түскенін көрсем, тура орталыққа айдап апарып, етке өткіздіріп жіберемін. Басшылардың бұйрығы солай, деп зіркілдеген. Онысын қойшы. Бейнетпен өсірген егін болған соң, мал тұяғының астында қалмасын дейді де. Онысы жөнде шығар. Бәрінен де алдыңғы күні Сламбектің салып кеткен ойраны жанына қатты батты. Не бір сиыр, не бір жылқы ұстайсыз. Басы артық мал болмауы керек, дейді қолындағы қағазды мұның танауына төндіріп. Шырағым-ау, жалғыз аттан айрылсам, отын шөбімді арқалап әкелемін бе? Сонау орталықтан маған кім машина, трактор бере қояды? Ал қысы жазы 4 емшегіне емініп отырған сиырды алсаң, аштан өлмеймін бе? Дегендей уәж айтқан болып еді. Анау өңмеңдеп біраз жерге барып қайтты. Бұған дегенде қаны қатып жүрген бе, кім білсін, әйтеуір илікпеген күйі тік кетті. Қызды мен мұның көшпей жұртта жалғыз қалып қойғанын бетіне басып, партия саясатына қарсысың дегенді
көлтектетіп келіп, енді міне тамам ел артық ауыз малын мемлекетке өткізіп жатқанда тағы да қыңыр тартып жаулық мінезіңе бағып отырсың деді. Мұндай кері ауыз болар ма? Халық жауы болып сотталғаның тегін емес деп салды екі көзі шатынап. Оған жас тілек қайдан шыдасын? Дөңбекке қадалған балтаны жұлып алып тұра ұмтылсын. Бойын белей алмай қалшылдап, түрі бұзылып кетсе керек. Анау үйді айнала қашып барып атына зорға мініп үлгерген. Жай кеткен жоқ. Ауданнан милиция шақыртып, үй мүлкіңді конфискелетемін деп кетті. Ой, Итай деді. Өзі сөйленіп келіп, дөңбекке құйрық басқан шұбар шал. Тура әкесі баяғыда Әжібай марқұм жөнін айтып тұрса, қиғаш тартып, бірдеңелерді бықсытуға жаны әуеседі Бекшенің. Мұнауда сол болғанда тұрған. Боқ мұрын неме? Менің сотталғанымды бетіме басқысы келеді. Итау деймін. Қалай, не үшін сотталғанымды, жазықсыз жапа шеккенімді білемекен. Әкесі Бекше соны айтады деймісің. Баяғы өзінікін жөн дейтін шығар. Жүрегінде қан қатқан адам сөйтпегенде қайтеді. Әй дүние-ай, бала шағаға шейін таба қылып қойдың-ау. Мұндай қорлықты көргенше келмесем етті, естімесем етті, болапытын. Жас тілек өзіне өзі келе алмай қалшылдап ұзақ отырған. Содан үйді айналып келіп, дөңбекке қайтадан келіп құйрығын басты. Самайынан шып-шып шыққан терін қол орамалымен сүртіп барып, сабасына түскен. О тоба, бұл не болып барады өзі? Ауылда отырған соң малсыз қалай күн көреді халық? Мені қойшы, соқа бастымын. Анау үпір-шүпір баласы бар үй несімен күнелтпек? Ақтан жырып обал емес пе? Сламбектікі жай қоқан лоққы болды. Ол кеткелі де 3 күн болып қалды ғой. Жә, шайымды ішіп, Ақсудың іргесіндегі бірер шөмеле шөпті ашық жарықта жеткізіп алайын. Шал қалт-құлт етіп орнынан тұрды. Ат арбасын сайлап жолға шықты. Жас тілек Ақсуға беттегенде терістіктен көтерілген қызыл жел желегін желпілдете ойнақшып, шілденің таңдай қақтар ыстық лебін ілестіре жетіп еді. Тандыр леп қурап, қаңсып тұрған төңіректі одан беттер қуырып, ыстық желдің тентек толқыны егіні бой көтеріп үлгермеген астықты алқаптың үстінде жын ойнақ салып ойраңдай бастаған. Жаз бойы жаңбыр көрмей, қыс таңдайланып, кеберсіп тұрған егістік үсті ала бүлік ала келген желмен желпіне түсіп, қара тозаң болып аспанға көтерілген. Төңірек әп-сәтте қара тұманмен тұмшаланып, шақырайып тұрған күн көзі соқырақтап қалғандай еді. Жынды жел сабаудың астында қалып, түте-түтесі шыққан жыртынды жердегі тамырын терең бойлатып бекіне алмай, ерте сарғыш тартып, семе бастаған егіннің балапан өскіндерін суыра тартып, тозаңмен бірге көтеріп әкетіп жатыр. Қара жолдан қиғаштау шығып барып тоқтаған жас тілек қара боран астында түртінектеп жүріп, атын доғарып, арба қалдайшасына байлады да, өзі шапанын басына бүркеп жауып, көпшекке жотасын беріп шөккен. Ышқына өскен өткір жел әрі тынысты тарылтып, әрі қойны қонышқа топырақ тозаңды тықпалап, есті алған. Сұмдығай, ақ түтек боранды да, сабалаған қара жаңбырды да көрмеп пе едім. Топырағы аспанға шыққан мондайда сұрапыл болады екен-ау. Тоғымдай көде қалған жоқ. Бұрқамағанда қайтеді. Жыртылған жердің мәйегін бүйтіп сыпыра берсе, астығы қалай шықпақ. Обалай, обал. Осындай бір күйікті оймен ұзақ отырған жас тілек өкси соққан қызыл желдің іш тартып барып басылған сәтінде ғана орнынан тұрған еді. Екі иінін зіл батпан басып қалыпты. Үсті басын қара тозаңнан арши сілкіп, удай ашыған көздерін қалтасынан алған қол орамалмен сүртіп,
Орты құмға толғандай, тістері шықыр-шықыр етеді. Маңай адам танығысыздай әлем тапырағы шығып, жал-жал еспе топырақ жол бойын, егістік үстін сай жыраларды басып қалыпты. Арбасының маңы да қызыл астықтан келетін борпылдақ топырақпен көміліп, басы сарғыш тартып қурай бастаған көк өскін егін сабақтары қадау-қадау әр тұста болар болмас қылтияды. Әлі де аңызақ аптабы басыла қоймаған ауаның отты лебімен дірілдеген жасыл желектің тірлікке талпынған мына әлжуаз күйі ақтығы рет қанат сілккен жаралы құстың кембағал халін танытқандай екен. Жас тілек көкірегіне үйіп қалған күйінішті өксігін жібіткісі келгендей, оттай қарыр ыстық ауадан кармана құныға жұтынса да тынысын кеңейте алмай, жағаға шығып қалған балықтай жұлқынып, кеудесіне сыймай аласұрған. Жүрек толқынысын баса алмай, кәдімгідей қысылып қалған. Самайдан, маңайдан шып-шып шыққан ащы тер шаң креукелеген әжімді жүзін айғыздап таптапты. Кеуде тұсын отқа қақтағандай, удай ашытқан қорғасындай ауырлық еңсесін езіп, иықтап алғандай орнынан сүйретіле тұрып, атын әупірімдеп жүріп жегіп еді. Шалғы, айыр, қолтырнауыш, қыларқан мен талғажау етерлік ептеген азық салынған аладорбадан басқа оқшау ештеңе жоқ. Арбаның шағын қорабы топыраққа толып қалыпты. Шөпке шығарда салған жаңағы құрал саймандары топырақ астында қалса керек көрінбейді. Шал құмдауыт топырақты сыпырып тастауға шамасы келмей, зордың күшімен келіп арбаға отырып еді. Сол-ақ екені жер дүние шыр айналып, төрт дөңгелегімен жер тағандап тұрған көк арба төңкеріліп жүре берді. Әлде сықыр-сықыр қозғалып, ілгері жүргендей болды. Жылқының оқыранған үні, әлдененің сарт ете қалған дыбысы естілді де, жас тілектің көз алды қарауытып жүре берді. Одан арғысы су қараңғылыққа шым-шымдап батқан өлі тыныштық еді. Шал жаурап оянды. Удай ашып қоя берген көздерін сығырайта зорға ашып еді. Түн екен. Жерге тамып кетердей болып, жаудырай жасаураған жұлдыздардың мұншалықты шүпірлесе қалған қалың шоғырын тұңғыш көргендей, бір түрлі таңырқай қадалған. Жұлдыздардың тап осылайша жусауын бала кезінде ұзақ түн тамашалай қызықтамаушы ма еді? Иә, сөйтетін еді ғой. Әкесімен шөп шабуға ере баратын ол кешкісін шарбақ орамға үйілген жасыл шөмеленің төбесіне әкесімен ілесе шығып алып, шалғадан түсіп жатпас па еді. Күн ұзаққа шалғы тартып, көкиік болып қалжыраған әке тұмсығын жұпар бүріккен көк шөпке тығып қойып, қорылға басатын. Ал бұл болса, қара барқыт мақпал түн тылсымын көкірекпен тыңдап, көзімен жұлдыздар шоғырына сүзіле қарап, үн-түнсіз қиялдап жататын. Мына бір іргеге қарай қиялай құлаған жөміш тізбекті 7 жұлдыз, 7 қарақша аталадың көрінеді. Анау биікке шығандап шығып алып, алуан түске түстеніп құбыла жымыңдап тұрар. Маңдай тұстағы жұлдыз темір қасық аталады. Шолпан дейтінде ғажап жұлдыз бар екен. Бірақ ол таң алдында туатындықтан да, бұл оның атқанында, таңмен таласа батқанында әлі көрген емес. Шыдамы жетпей ұйықтап қалады. Анасының ұршығына оралған ақ ешкінің мақпал түбітіндей шұбала көсілген мына бір ақтаңдақ құс жолы деседі. Әкесінің айтуына қарағанда түн жамылып ұшқан құс түстікке қайтарда осы ақтаңдаққа бағыт түзеп ұшса керек. Ғажап, бәрінің атауы, бәрінің өз қызметі бар. Ал жас тілек болса, әкесінің соңынан еріп барып, еріп қайтқанына мәз. Айырлап, шөп шөмелемек түгілі, божы ұстауға шамасы жоқ. Бірақ әкесі мұны қасынан тастамайды. Қарасын болсын дейді де,
Әйтпесе анасының күн ұзаққа зарықтырып шөлдетесін, үйге тастап кет дегеніне болмай, ештеңе етпейді. Жігіт емес пе? Үйренсін, жүрсін деп әкесінің қарсылық білдіріп жататыны неден дейсің? Ал бұның әкесінің қымызына ортақтас болған масылдықтан басқа жәрдемі болмай тұр. Тек шөпті тиеп, бастырып, сырғауылды арқанмен тартқанда ғана ептеп қол ұшын тигізеді. Арқанның бір ұшын сусытпай ұстауға жарап тұр. Мұндайда әкесі мәз болып, міне, көмек деген осы емес пе? Шешең тастап кет дейді. Сен болмасаң, арқан үшін кім ұстар еді? Деп маңдайынан ескиді де, жерден лып еткізіп көтеріп алады да, арба үстіндегі таудай үйілген шөмелеге атып жібереді. Қайран балалық дәурен-ай десейші. Жас тілек басын көтеріп еді, арбаның өз үйінің іргесінде тұрғанын аңғарды. Аты доғарылмаған қалпы жүген әбзелдерін салдырлатып, іргеден тіске ілінер көкті шалып тұр. Мұның бас көтергенін сезінді ме, оқыранып қойды. Жас тілек оң жақ бет сүйегінің ауырғанын енді сезінді. Саусағымен сипаламақ еді, дыз етіп қол тигізбейді. Ептеп піскенбе қалай? Жобасы басы айналып кеткенде өзіне өзі ие бола алмай, арбаның қалқайма қалдайшасына бетін соғып алса керек. Қанапта қалғанға ұқсайды. Саусағына қатып қалған қаспақ-қаспақ бірдеңе білінді. Жануар, үйренген жұртына жаңылмай жеткізген-ау. Жас тілектің арбадан аяқ артып түсуі қиынға түсті. Тұла бойын қорғасындай үйітқан ауырлық екі иенін езіп қозғалтар емес. Әттең, жалғыздық-ай, жұртта қалып немді бітірдің. Бұралқы иттей отырысың мынау. Арбадан да бұт созып түсер қауқарың жоқ. Осы арада өліп кетсең, қалғаның ғой сасып шіріп. Ауылдың арғы басындағы қалған Нұғымар шалдың боқтығын бұрқылдатып көшкелі бір жеті болды. Тәмәм ауылдан состиып, жалғыз қалысыңа жол болсын. Тік көтерілі көшкен жұрт осынау ауылда қайбір қиып кетті дейсің. Бәрі де күңіреніп аттанды емес пе? Кіндік қаны тамған топырақ кімге қымбат емес дейсің. Ал сен болсаң, бәрінен де ақылды, бәрінен де бауырмал болғансып, шегелендің де қалдың. Арқандаулы бұзаудай қоңыр үйден ұзап шыққың келмейді. Бар ұзап барарың анау іргедегі қорым зират. Онда да бұрышын осыдан бірер жыл бұрын селенник қиратып кеткен анаңның қабірі басына телміре қараумен отырасың да қоясың. Күңіренесің, күйзелесің, бірақ сенің күйзелісіңді кім құлаққа іліп, басу айтып, ортақтас болып жатыр. Тіпті мүсіркеп, ей жазған-ай, көрешігің көп екен ғой. Қайтсын-ай күңіренбей, деп мұңдасар, сырласар бір шүйке баста алмай, соқа басың мынау отырған. Жас тілек арбадан түсе алмасын сезді ме, әлде түсе алса да үйге кіріп, не бітіремін деді ме, шапанын сілкіп үстіне жапты да, топырақ толы арба жәшігіне қайыра қисайған. Сол жатқаннан шекесіне күн өтіп, ағыл тегіл балбырай терлеп жатып оянған. Оянса, сәске түс болып қалыпты. Аты әлі жегулі күйде тыпыршып, борбай шабына қадалған сонасы түскірден құтыла алмай, терте тепкілейді. Бұл аңырайып, ауылдың өлі жұртына сүзіледі. Осыдан бірер жыл бұрын көшкен жұрт жусан, қурай, шеңгел астында қалып үлгерсе, былтырмен биылғысын көшкен соңғы жұрттарды кешегі соққан қара боран селі жал-жал топырақ оппасына көміп тастапты. Ауыл ортасындағы тас шеңгелді құдыққа иеліп, емне қалған тырна мойын сырықтың ұшына ілінген қаңылтыр шелек аптап леппен ілесе тербеліп, күйінішті үнмен шиқылдайды. Шаңырағы ортасына опырылып түскен бұрынғы колхоз кеңсесі, совхоз кезінде бөлімше конторы болған үйдің алдындағы атбайлар мама ағаштың түбіне келіп, сарыған сабалақ жүн қара ит
бұл тұсқа шабаланып алды да, «Ей, сен де мен де жұртта қалған тірі мақұлық па едің?» дегендей сырт айналып айдалаға жүгіре жөнелді. Тағы да тылсым тыныштық орнады. Байлаулы бұзаудай, айтпақшы кеше шөпке кетерде арқандап қалдырған сиыр мен бұзау не күйде болды екен. Қаталап әлі сауылмай, обалай. Жас тілек арбадан сүйретіліп түсті де, атын доғарып жүгенін басынан сыпырды да, сауырдан сипап қоя берді. Ат 2 күн бойы үстінен түспеген қамыт доғадан құтылдым ба дегендей дүр сілкініп алды да, қадаласа керек қауға шелегі желмен шайқалған құдыққа беттеген. «Ей, сорлы, онда су бар деймісің? Одан да ауыз талдағы томараға бар. Таңдай жібіттер бірдеңе бар шығар». Содан сиырын арқандаған маңдайына қол салып, қанша шұқшиып үңілсе де көзіне қара іліндіре алмаған. Мына түскір бас жібін үзіп кетті ме екен? Олай болмаса керек еді. Бұзауы да көрінбейді деген шал шапанын тастамақ болып үйге беттеген. Есіктің құлпын ілетін қос шыңғырды кендір жіппен байлай салатын әдеті болушы еді. Сол жіпті шеше бергенде жерге көк қағаз түсе қалды. Біреу келген болды ғой. Бұнысы не екен деп қағазды ашып оқи бастаған. Онда: «Жәке, бұзаулы сиырыңды мемлекетке әкеттік. Ақшасын 1-7-ден соң әкелдіріп береміз. Управляющий С. Бекшин» деп жазылыпты. Жас тілек қос тізесі дірілдеп барып, босағаға отыра кетті. Сонау бір қызыл желескен қара боранның астында қалғаннан бері жас тілек оңалмады. Ақыры қар тобықтан асып, төңірек түгел ақ көрпеге қамтылып болып, сіреуленіп шымыр тартқан күртік үстімен сырғыма боран жүре бастаған шақта бұл үйден шығудан қалып еді. Орталықтан ат сабылтып әдейі іздеп келген Қорманбай көршісінің жаңа сойған соғымнан сыбағаңды татып кет деген өтінішінде орындай алмады. Қарға адым жер жүрсе, тұла бойы бұлауға түскендей қара терге малынып шыға келеді. 2 иінін езген әлсіздік бой жаздырмайды. Қорада тұрған мал дегеннен қалған жалғыз аттың астын тазартып, алдына шөбін салып, 1 шелек су берудің өзі күшке түсіп тұр. Қорманбай жай келмей, барып жей алмассаң ауыз тиерсің деп, 1 түйір жас ет әкеліпті. Талайдан бері жылқы етін татпағандықтан ба, қазан бүлкілдеп қайнап, танау қытықтар жұғымды иіс шалқи бастағаннан қу көңіл тәбет шақырып, жұтынып қалып еді. Енді міне 2 шал тартылған табақ үстіне төне қалыпты. «Жарықтық, жылқы етінің жөні бөлек-ау» деп қойды жас тілек. Не деп отырсың? Алып отыр. Жаз бойы барды жоқты тықпалап, күтіп бағып едім. Еңбегімді ақтады. Екелі шықты. Балада 1 бұзаулы сиыр. Кемпір екеуміз де 1 қолынды бие дегендей. Бұрынғыдай көсілетін шама жоқ. Бәрі шектеулі болып қалды ғой. Естіген шығарсың. 4 емшегіне қарап отырған сиырды өзім шөпке кеткенде, әлгі Сыламбегі түскір арқандаулы жерінен айдап алып кетіп қиын болды. Орталықтарына барып, ойран салайын деп едім тағы. Мешке деген жақсы атақ емес, қойшы дедім. Үкіметтің заңына кім қарсы тұрады? Бәрінен басынғаны өтіп кетті. Содан жалғыз атпен қалдым. Әйтеуірі иге көнетін жануар отын суымды сонымен тасып алдым ғой, сүйретіліп жүріп. Көрші селодағы неміс тамырым Кайзер көп көмектесті. 5-6 қап картоп, 2 қап ұн тарттырып әкеліп тастаған. Қайбір қазағыңнан сол тамырың дұрыс деп Қорманбай іргеге шегініп отырды. Өзі бір ғажап адам-ау. Жуырда соғып, 1 күн жатып кетті. Ептеп шишаға үйірсектігі бар ғой. 1 бөтелкесін қоржынына сала келіпті. Өзің сияқты соғымым деп шошқасының майы да бар әкелген. Тек әрі. Құрекай. Воркутада жүргенде
Маған қай туысым табақ-табақ жылқы етін тартып отырды дейсің. Өңештен өтсе өлмеспіз деп қолға түскенді жей бердік емес пе? Басқа салған соң сөйтесің де. Біздікі мейманасы асқандықта. Сол кайзер жуырда қызыл ту жаққа Сәлімгерей тамырының құдалығына барып келгенін айтып. Қай Сәлімгерей? Талаптыдағы балдақты Сәлімгерейше. Ол жүлікті білем ғой. Содан кайзерде құдалармен қатарласып, дастарқан басына отыра қалмай ма? Ал үй иесі аңқаулау ма, әлде тұз көз, шикіл сары мұны бөтенге жорған ба? Бәрінің кезесіне сарымай салып отырып, бұған салмайды ғой. Жай отыратын кайзер ме? Өзі ұмтылыңқырап барып, бір қасық майды кесесіне тоқтып жатып. Осы сен мені білетін сарымаймысың? Жесем жүрекке дәрумаймысың? Әлде көп қазақтың ішінде жалғыз немісті танымаймысың деген ғой. Пах, мынауың тірідей өлтіріпті ғой. Айтпа деймін, айтпа. Содан үй иесі кайзер құда деп, бұлар кеткенше асты үстіне түсіп бәйек болыпты. Әне, кайзер дегенің сол. Осылайша жарасымды бір ұзақ отырыстан кейін Құрманбай қозғалған. Ал жәке, бірер жетіде тағы бір соғармын. Бойың тәуір болса алып кетейін. Үйде аунап-қунап жат. Кім қалды? Үркердей ауылдан біз құралпа азайып барамыз ғой. Тағдыр тақсыретін тартардай тартып келесің. Орталыққа көшкеніңде дұрыс еді, деген. Құреке, айтуың жөн. Ескі жұртта ұлыған бұралқа итше, жалғыз қалғаным жаныма батпайды деймісің. Ертең жүріп тұра алмай қалсам, аузыма су тамызып, басымды көтеретін тірі пенде жоқ. Әйтсе де шаңырақты тірі тұрғанымда жаппаспын деген әке-шешеме берген іштей антым бар еді. Оның үстіне Сібірде жүргенде тартқан ауыр азап үстінде туған ауыл өз босағама келіп өлсем армансызбын деуші едім. Осының бәрін тәрк етіп, көшкен елмен ілесіп, қопарылсам өлген аруақтар алдында айыптыдай көрінемін бе, деп шегіншектей бергенімде рас. Орталығыңда да тартар азабым, көрер бейнетім осы емес пе? Кімім менің аузыма қарап ол жерде күтініп отыр. Әлде кімге масыл болып, сабытымды салғанша өз қотырымды өзім қасып дегендей. Қайдам жәке, ол жаған өзің өлшеп пішіп қойсаң, біз не дейік? Әйтеуір ел ішінде отырғаның жөн дегенімізде. Әйтпесе, кімді кім асырағандай. Құреке, қош, әйтеуірі хабарсыз болмай келіп тұр. Дәміңе Алла разы болсын. Жақсы ит өлімтігін көрсетпес деп, ит құрлы жоқпын ба? Жас тілектің үні дірілдей шығып еді. Елге өкпемде, ренішімде жоқ. Әттең жас ғұмырым өксумен, өкінішпен өткені болмаса, бақ берсе маңдайға, тақ берсе таңдайға деген ғой. Көп ұзаған жоқ, жас тілек төсек тартып жатып қалды. Оның қора ішінде есік алдында қалқақтап жүргенін жоқтағандай, ала қаншықтанып басталған сырма боран үдей дәуірлей келіп мүлдем құтырып кетті. Арқаның апталап соғар кәдімгі аңқылдақ ақ көз ашулы бораны. Пеш аузына сүйретіліп жетіп, бірер күн тамызық тұтатып, от жаққанымен бүгіндер мүлдем орнынан тұра алмай сұлап жатып алған. Өзінің жүріп тұруы қиындай түскенін сезіп, қорағада шыға алмай қалармын деп, жалғыз атты орамдағы шөмелеге бос қоя жібергені абырой болған. Әйтпесе бұл бас көтере алмай, аяқтан сарып, болып, домалап қалғалы да біраз күн өтіп кетті-ау. Төр алдында көлденең түсіп жатқан сары шұбар шал үйдің азынап суи түскенін, іргеден ысқаяқ леп ұрып, тұла бойын түршіктіріп жатқанын сезіп, түйсінген сайын кірпік қимылдатпас ауыр науқас жеңгелі сығымдай қысып, жібере қоймасау деген күйікті халге ауысқалы тән азабына жан азабы қосылғандай еді. Көрпесін қанша қымтанса да, тұла бойын жайлай түскен суық пен ауыр науқас қосақтала келіп,
дәм тұзының сарқылар шағынан хабар бергендей ауық-ауық естен тандырған. Жаңа ғана көк тұман ішіне бойлай еніп бара жатқандай бұлыңғыр бір сезім әлдейіне бөленіп жүре берген. Ұйықтағаны не, есінен танғаны не белгісіз. Әйтеуір сөнбеген әлсіз санасы ояу тәрізді. Міне, елес ақ жамылған анасы үйге кіріп келе жатыр екен. Мұны көрді де кілт тоқтады. Әй шырағым-ай, осылайша жұртта жалғыз жата бересің бе? Жүр менімен, іні қарындастарыңда күтіп отыр деп бұған қолын созған. Тартқан бейнетің аздай, елден безгенің неткенің. Мен елден безгенім жоқ, ел менен безінде емес пе? Мен елдемін, өзім туған босақ адамын, деп қарсылық білдіргендей болды бұл. Айтасың-ау балам, қазір сенде елде туған жерде жоқ, жұртта қалған бұралқы ит те сенде бір. Неге олай дейсіз? Менің тамырым осы көне жұртпен бірге, сол үзілмесін, қырқылмасын деп тәмам ел ірге сөккенде әдейі жалғыз қалдым емес пе? Менің осы әрекетім-ақ талайды ойлантар, жаңылысқанын ұғындырар. Түу жазған-ай, іргесі бүтін ел моласын талқандата ма? Жалғыз өзің соқаға қарсы тұрғанда қасыңнан қай ауылдасың табылды? Өрекпеді, шулады, қойды. Сорлы қазағың сол емес пе? Сүйекке сіңген әдеті. Сөйтіп отырып елім, ауылым, жұртым дейсің-ау. Сол ел бірлікте болса, мен өлер ме едім аштан. Әжібай екеуің жауатанып қаңғып кетер ме едің? Молаң тапталар ма еді? Айтпақшы, Әжібайдың әйелі балаларына кетті дей ме? Жөн болған онысы. Анасы төніп келіп, мұның бетіне төнген. Сенің ажалыңнан бұрын, өлімің анада соққан қызыл желден ғой. Сол қара боран ғой сенің жан дүниеңді өртеп, өзегіңе өлім ұрығын сепкен. Тек олай деме, анажан, сөзің неткен суық еді. Мен өлмеймін, тірімін, тірлік менімен бітпейді. Жоқ, сен өліксің, өлдің, бәрі де бітті осымен. Артыңда тұяғың жоқ пенде, бүтін бір ұрпақтың мәңгілікке құрдымға кетер жолын тауысар күнәһар атанбақ. Сен бекен әулетінің соңғы тұяғы едің. Өзіңе өзің үкім айтып айықпас азап, кешірілмес күнәға баттың. Басыңда сүйер жарың, етегіңнен тартар перзентің жоқ. Сонда өмірге босқа келіп, босқа өткенің ғой. О тәңірім, осындайда ұл, ұрпақ берермісің маған? Анасы теріс қарап кетті. Бәрі де шындық. Не дейін ана? Бүтін бір ұрпақтың атын өшіргенімде, сол ұрпақтың өзіме артқан үмітін үзіп, тілегін тәрк еткенімде рас. Тағдыр тамырынан қопарып алды да, қуқан бақша қалаған жағына айдап әкетті. Мен содан бері кеудесінде құр шыбын жаны ғана бар тірі аруақ едім. Мені өмірде, ұрпақта, әйелде, перзентте қызықтырмаған. Мен бәрінен де түңілген едім. Өзімнен өзім түңіліп, ақыры ескі жұртта, жыртық үйде, үскірік аяз өтінде өмірден өткелі жатырмын. Менің барымда, жоғымда басқалар үшін құны соқыр тиынға татымас бәлкім. Өзімде өмір сүрдім. Ащы тәтті ғұмыр шектім деп, кімге мұң шаққандаймын. Қу тағдыр менен аяғаны болмады. Басымнан ұрды, иығымнан жаншыды, аяғымнан шалды, етегімнен тартты. Әйтеуір білгендерін істеп бақты. Күйредім, қурадым, сөндім, өлдім, өштім. Хош, анатай, мені тастама, ала кет. Тірі қалып, кімге керекпін? Қалдырма, ала кет. Жапандағы жалғыз үйді нықтаған долы боран ұзақ соқты. Ышқына соқты. Өксік жел өлім тербеткен қоңыр үйдің, қоңыр тірлігін тәрк еткен сары шұбар шалдың ақтық күрсінісін, соңғы тынысын іліп алып, бір қиырға ала жөнелгісі келгендей, босағаға оралып, есікті тырмалады. Оты баяғыда өшіп қалған пеш мұржасынан сумаңдап ішке үңілді.
Өлі тыныштық орнаған үй ішін кезіп, ұзақ жүріп алды. Төр алдында сіресіп қалған шалдың көз жасы қатқан жүдеулі жүзін қарып, ауық-ауық өкпеңдей болды. Өмірдің қилы-қилы бұралаң, соқпақты кезеңдерін артқа тастап, азапты қан кешуден өтіп келіп, орта жолда үзілген бейбақ пенде мына тірлік ғұмырға неге келіп, не тындырғанынан бейхабар, мүскіндей мәңгілікке жан тыныштығын алып, томаға тұйық жатыр. Қыбырлаған азапты тірлікті тәрк еткеніне, сөйтіп мәңгілік ұйқыға бөленіп, қара жер құшағымен құндақталып жатарына, шын пейілді пенде дейме дерсің, сабырлы жан азабынан арылған қалпын көріп. Апталап соққан боран сап тиылған, белдеулей қарға көмілген терезенің соқыр саңлауынан себездей төгілген аязы қыстың ащы сәулесі сары шұбар шалдың жас қатқан қуаң жүзінде ойнап мың құбылады. Қайран, күйікті ғұмыр-ай десейші. Менің қолдаушыларым, назар қойып тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет.